Бүгін Белбасар ауылының негізін қалаушы, алғашқы төрағасы, социалистік еңбек ері Хати Сауранбаев атындағы футболдан 41-ші дәстүрлі турнир өтті. Жалпы бұл турнирға 16 команда қатысуда. Тек біздің өңірдің ауылдары ғана емес, Шымкент, Түркістан облысы, Алматы қалаларынан да командалар келді. Ассаламу алейкум. Ал енді былай қарағанда үлкен рахмет. Барлықтарыңыз өсірге жиналдыңыздар. Алланың қалауымен осында үлкен турнир өткізіп жатырмыз. 41-ші. Жігіттер, 41-ші үзбей өткізіп жатырмыз. Құтты болсын. Судьялардар, бұлдар алдыңғы жылы бүкіл Белбасардың судьяларын қуып жіберген бұл полиді. Подставка жасап, хулизден етіп, өздерінің командасын, мен өзім Белбасардық, бірақ та бәрібір қуып жібердім. Таза, әділдік керек. Бүгін өте қызық сайыс болатын сияқты. Сондықтан Алла бұйыртса, міне ауданның әкіміне Бәкенге рахмет, міне әкеңге рахмет, жаңа жақсы сөздерді айтып отыр. Аудан да қолдап жатады. Тазалық керек и жеңіс керек.